Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйде лағман дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, әрі жасау жолы да оп-оңай. Ендеше дайындап бастайық. Ең әуелі салқын суға тұз саламыз, араластырамыз және бір жұмыртқа салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Су бізде салқын су болу керек. Енді алдын ала өлшеніп, електен өтіп тұрған ұнның ортасына ашамыз. Соған аз-аздан жаңағы дайындап қойған суды құятын боламыз. Суды бәрін бірден құйып жібермеңіз. Ұныңыздың, қамырыңыздың ыңғайына қарай аз-аздан құйсаңыз болады. Әрі қарай қолымызбен жақсылап илеп араластырып қамыр илейтін боламыз. Бізде өте қатты қамыр пайда болады. Егер қамырыңыз тым қатты болып бір-біріне жабыспай жатса, азғантай ғана су құйып жіберсеңіз болады. Бастысы көп құйып жібермеңіз. Бізде өте қатты қамыр болу керек. Мінекей осындай қамыр пайда болады. Шамамен 10 минуттай қамырды жақсылап илейтін боламыз. Қамырымыздың барлығын біріктіріп жақсылап илейміз. Бізде қатты қамыр пайда болады. Осы қамырды қапшыққа салып, бетін жауып, дәл видеодағыдай шамамен 40 минутқа қойып қоямыз. Мінекей менің қамырым 40 минут тұрды. Енді қамырды алып, қайтадан 5-6 минут қолмен басып илейтін боламын. Жаңа қамыр шамамен 40 минуттай тұрды. Соны осылай бір қайтара жақсылап 5-6 минут илейміз де, қайтадан тура жаңағындай қапшыққа салып, бетін жауып, шамамен 20 минутқа тағы да қойып қоямыз. Сонда біздің қамырымыз жұмсарып, әдемі болып тұрады. Мінекей менің қамырым тағы да 20 минут тұрды. Енді қамырды алып, видеодағыдай қолмен басып шығамын. Әрі қарай оқтаудың көмегімен сәл жазып алатын боламын. Тым қатты жұқа қылып жазып қажет емес. Мінекей видеодағыдай біздің қамырымыздың қалыңдығы осылай болуы керек. Тым қатты жұқа да қалыңда емес. Енді осы қамырдың үстіне сұйқымай жағып шығамын, жақсылап тұрып, және бір келкі етіп видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Дәл осылай ұзыншалап етіп бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Мінекей қамырдың барлығын бөліп шықтық. Әрі қарай дәл видеодағыдай осы қамырларды теңдей етіп бір-бірінің үстіне қойып шығатын боламыз. Мінекей дәл видеодағыдай осылай қойып шығамыз. Жаңа біз аударған қамырымыздың сұйқымай тимей қалған жерлеріне осылай сұйқымай жағып шығамыз үстіңгі бөлігінің. Енді сол сұйқымай жағылған жағын астына қаратып, енді осы сұйқымай жағылмаған астыңғы бөлігіне де сұйқымай жағып, қапшықпен жауып, қамырымызды жақсылап, бетін жауып, тағы да 20 минутқа қойып қоямыз. Енді бізге осы қамырымызды жинайтын ыдысымызды дайындап алу қажет. Ыдысымызға жақсылап сұйқымай жағамыз. Мінекей 20 минуттай уақыт өтті. Енді лағманымыздың пішіндерін дайындайтын боламыз. Қолымызбен видеодағыдай осылай бұрап, сәл лағманымыздың қамырын созатын боламыз. Бірақ тым қатты жұқа қылып жібермейміз. Дәл видеодағыдай осылай бұрап жинаймыз және үстіне міндетті түрде сұйқымай жағып, қамырымыздың бетін міндетті түрде ыдыспен осылай жауып отырамыз. Міндетті түрде жиналған әрбір қамырдың бетіне сұйқымай жағамыз және ыдыспен жабамыз. Біздің қамырымыз кеуіп қалмауы қажет. Осылай бір бөлігін мінекей жинап алды. Енді екінші бөлігінде осылай бір-бірінің үстінен осылай жинай берсеңіз болады. Видеодағыдай қолымызбен бұрап илей отырып, лағманның қамырын сәл созып аламыз, бірақ жұқа қылып жібермеуіміз керек. Енді соны жаңағы ыдысқа жинаймыз. Әрбір қамырдың үстіне міндетті түрде сұйқымай жағамыз және бетін ыдыспен жауып қоямыз. Біздің лағманымыздың қамыры кеуіп қалмау керек. Енді келесі бетіне аударып, ең бірінші жинап бастаған қамырымыздың бөлігін алып, дәл видеодағыдай осылай қолмен созатын боламыз. Негізі лағманның қамырын әркім әрқалай созып жіңішкертетін болады, бірақ бұл жағынан қиындық тудырмайды ешқандай да біздің қамырымыз. Себебі өзі созылмалы, тез жіңішкеріп иленіп кететін қамыр болады. Мінекей осылай саусақпен де жұқартып созсаңыз болады лағманның қамырын. Немесе мен өзіме ыңғайлысы бір жақ қолыммен осылай қамырды созып ұстап тұрамын да, екінші жақ қолыммен осылай бұрап илей отырып созатын боламын. Сонда сіздің лағманыңыздың қамыры өте тез әрі жұқа болып созылатын болады.
Міне жіңішкеріп, созылып дайын тұрған қамырлардың үстіне, екі қамырдың үстіне осылай сүйқымай жағамыз және екі ұшын біріктіріп, саусағымызбен қысып, осылай қамырларды жинайтын боламыз видеодағыдай, және бір-екі қайтара осылай сілкіп және қолымызбен видеодағыдай екі-үш рет созып жіберетін боламыз. Сонда біздің лағманымыздың қамыры одан сайын жіңішкеріп, біркелкі және әдемі болып тұратын болады. Әрбір екі дана қамырды видеодағыдай қолыңызға жинап, осылай екі-үш қайтара созып, ұрғылап жіберсеңіз, қамырыңыз жіңішке әрі біркелкі әдемі болып тұрады. Осылай созған кезде біздің қамырлар үзіліп кетпеу керек. Әрине, егер сіз бірінші рет дайындап жатқан болсаңыз, қамырларыңыз үзіліп кетіп жатса, ол ештеңе етпейді. Екінші рет қайтара жасасаңыз, міндетті түрде күшті шығатын болады. Енді қайнап жатқан суға біздің лағмандарымызды 2 не 4 данадан салып, шамамен 5 минуттай пісіріп аламыз. Піскен лағмандарымыздың қамырын душылакпен осылай сүзіп алып, салқын суға бір салып аламыз, немесе салқын суда шайып аламыз. Сонда лағмандарымыздың қамыры бір-біріне жабыспайтын болады. Осымен біздің лағмандарымыздың қамыры дайын, өте дәмді болып шығады, әрі оңай жасалады. Егер видеома ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін.